Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16%-ға дейін төмендетті. Мұндай шешімге инфляцияның баяулауы себеп. Сонымен қатар ақша кредит саясаты комитеті сыртқы инфляциялық қысым төмендігін айтады. Яғни баға өсіміне және ұлттық валютаға әсер ететін факторлар мен тәуекелдер азайды деген сөз. Базалық мөлшерлемеге қатысты бүгінгі шешімге инфляциялық процестердің оң динамикасы әсер еткен. Яғни жылдық инфляция баяулап келеді. Базалық инфляция мен маусымдық факторды ескермейтін инфляция көрсеткіштері тұрақтана бастаған. Инфляциялық күтілер құбылмалылығын сақтап жоғары деңгейде қалыптасуда. Сыртқы инфляция баяулап, оң қалыптасуда. Осыған әлемдік азық-түлік нарықтарындағы бағалардың төмендеуі және орталық банктердің баға тұрақтылығын қамтамасыз ету саясаты ықпал етуде. Бірақ ескерілуге тиіс тәуекелдер де бар. Атап айтқанда әлемдік базалық инфляцияның тұрақтылығы, бірқатар сауда серіктес елдер тарапынан инфляциялық қысымның артуы, мұнай бағасының жаһандық инфляцияға әсер етуі және геосаяси тәуекелдердің күшеюі. Сондықтан ұлттық банктың ақша кредит саясатын жыл соңына дейін тағы жұмсарту ықтималдығы төмен дейді реттеуші органның басшысы. Ұлттық банктың басты міндеті бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, біз орта мерзімді келешекке инфляцияны 5% белгіленген мақсатқа жеткізуге барлық күш-жігерімізді жұмсаймыз. Базалық ставка жөніндегі келесі шешім болжамды раундтың қорытындысына негізделген болады. Ұлттық банк дезинфляциялық ақша кредит саясатын жүргізуді жалғастыра бермек. Қазір экономиканың өсімінде реттеуші органның болжамдарына сәйкес қалыптасып отыр. Демек реттеушінің қабылдаған шаралары тиімділігін көрсетуде. Ал Тимур Сүлейменов фискалды және ақша кредит саясатын үйлестіре түсу үшін Қазақстан үкіметімен бірлесе жұмыс жүргізуге ниеттіміз дейді. Серік Селеубайұлы, Виктор Жигирис, Атамекен бизнес.